той бастар күйінің біз екінші бөлімін үйренеміз. Екінші бөлімдерден бастап үйренеміз. Міне, фа, 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 со. Қағысы, міне. Фа дегеніміз мына 10-ші перне, 10-ші перненің астыңғы жағы фа, со 12-ші перне, одан ла деген кезде 14-ші перне өтеміз. Фа, 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 со. Фа, фа, фа деген кезде асты, асты үсті. Одан кейін фа, со. Асты үсті асты болады. Одан кейін ла, 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 ла. Лаға өтеміз, 4 зықын басамыз. Бұдан біз екеу орындаймыз. Міне, жерде де біреу берілген. Екеуі. Яғни асты, асты, үсті, асты, үсті аспен. Ал одан кейін астыңғы перне ла дыбысын басып тұрамыз да, үстіңгі пернеде біз до дыбысын орындаймыз. До дыбысы бір сызықпен 10-ші перненің үстіңгі до дыбысын ұстаймыз. Қағысы асты, асты, үсті, асты, үсті, асты. Осыдан біз екеу орындаймыз. Өйткені осы екі тәктегі ноталар ұқсас. Тағы жетеміз. Ал одан кейінгі жерінде ми, 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 со. Бұл жердегі со дыбысын біз астыңғы шекті ілу арқылы шығарамыз. 9-ші перненің астына ми дыбысын басамыз да. Асты, үсті, асты деген шет болғаннан кейін шекті іліп астыға қарай қоя берсек болды. Ал одан кейінгі жерінде ми, 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 фа, со, ла. Ми, ми, ми деген кезде міне. Асты, асты, үсті қағыс. Одан кейін фа, со, ла деген кезде асты, үсті, асты қағыспен орындалады. Бұл жерде мына фа да басылмақ до да болады. Одан кейін со, ла деген кезде басылмақ райға жылжиды. Фа, со, ла. Ми, ми, ми. Ми, 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 фа, со, ла. Одан кейін со, со, ла, со. Басырма өзгермей тұрады. Со, со, ла, со. Асты, үсті, асты, үсті аспен орындалады. Одан кейін тағы да жәнегі ми дыбысын орындаймыз. Ми астыға, үстіге, астыға қойы береміз. Осы бөлікті біз екі рет қайталап орындаймыз. Екі рет қайталаған кезде мен ақырын жерде өте шығайын. Фа, со, ла. Одан кейін со, со, ла, со. Со, со, ла, со болғаннан кейін тағы да сол. Ми, ми, ми. Ал одан кейін енді жерде басырмағымыз ми дыбысын орындаймыз. Астыңғы жақ шекте біз ла, ла, ши, ла дыбысын орындаймыз. Ла, ла. Астыңғы 14-ші перненің үстіңгі жағы ми, астыңғы жағы ла болады. Ши, ла. Ла, ла, ши, ла. Ши деген жердегі 16-ші перне. 16-ші перне. 4-ші зықын басамыз. Ла, ла, ши, ла. Одан кейін со, со, ла, со. Басылмақ. Қарасаңыздар, ми дыбысында өзгермей тұрады. Астыңғы шекте біз со, со, ла, со. Яғни міне бірінші зықпен со дыбысы 12-ші перненің астыңғы со дыбысы болады. Одан ла, со. Одан тағы да жәнегі ми дыбысын орындаймыз. Міне бұл жерде тағы рет келген. Ми, ми. Қойы береміз. Ал одан кейін тағы да жәнегі біз осы бөлікті біз екі рет қайталап орындаймыз. Тағы да ла мен ми дыбысы 14-ші перне. Ла, ла, ши, ла. Одан жәнегі үйреніп кеткен. Со, со, ла, со. Басылмақ тағы да ми өзгермей тұрады. Со, со, ла, со. Одан кейін ми, ми, ми. Ал енді жалғасын көрейік. Бұл жерде ла мен ми 14-ші перненің астын бірақ ұстаймыз. Алдына кезде қағыспен орындаймыз. Төрт дыбыс. Төртеу орындағаннан кейін енді со, ла, со, ла, ши, со. Бірінші зықпен со, 12-ші перненің асты. Екінші зықпен ла, ши дыбысын 4 зықпен басамыз. Со, ла, дыбысын сәл-пәл біраз тезірек жетеміз. Одан кейін ши, 4 зықпен ши, со. Одан соң тағы да жәнегі үйренген 3 ми дыбысын орындаймыз. Ми дыбысы.
Же тағы екі рет қайталап орындалады. Міне. Тағы да ла мен миді басамыз. Алма кезек қағыспен орындаймыз. Асты, үсті. Одан кейін сола. Ши со. Миға келеді. Асаға жетеміз. Ал одан кейін ла до ши деген кезде басырмақ миға келеді. Ла астыға. До дегеніміз, мына 17-ші перне. Астың жағы до болады. Big ойын до. Одан үстігі ши. Ла до ши. Одан кейін со ла со. Басырмақ тағы да ми дыбысында. Ал одан кейін ми фа. Мида басырмақ жоқ. Четпейміз. Фа мида басырмақ до дыбысын басып тұрады. Мына жерде. Ми фа ми. Одан кейін ми фа ми дегеннен кейін не? Болған соң до. Басырмақ доға шығады. Соға шығады, астын жақ доны басамыз. Ал одан кейін басырмақ 10-ші перненің үстіне до дыбысын басады да, астын жақта фа дыбысын орындаймыз. Алма кезек қағыс. Ми фа со ми. Баста үйренгенбіз ғой, не? Со ми. До. Тағы өз жерін екі рет қайталап орындаймыз, не? Фа. Ми фа со ми. Одан кейін до. Ал одан кейін фа ла со. Басырмақ тоға өтеді. Фа оның астында. Фа ла со деген кезде міне 14-ші пернеге келеміз. Фа ла со. Одан кейін ми фа ми. Басырмақ өзгермей тұрады. 9-ның асты ми, 10-ның асты фа. Ми фа ми. Одан кейін до жай до. До басырмақ шеме баспайды. Жай доға келген кезде басырмақ ла дыбысын басады. Міне. До жай до. Жай дегенде біз екі звук аламыз. Одан кейін жаңағы басынан бастап құлдаймыз. Ла. Екінші перненің астын ла. Одан кейін ши деген кезде міне 3-ші перненің астын бірақ басамыз. Басырмақ фа дыбысында, астын жақ шың ла. Одан кейін до деген кезде басырмақ сода. Жай до деген кезде басырмақ. Мына жерде міне. Жай до деген кезде басырмақ лаға жылжиды. Міне жай до. Ал басырмақ осы жерінде жалғасты тұра береді. Рай ми доны орындаймыз. Ми до. Үстіге қарай, Рай, ша асты, үсті, ми до, үсті аспен орындалады. Енді тағы да үстінен баса құлдаймыз. Ла, ши, до, ши. Басырмақ соға келеді. До, ши дегенде міне 3-ші перненің асты. Одан кейін мына жерде міне лаға келеміз. Ла дыбысын орындаймыз, 2-ші перненің асты. Үстінде басырмақты басамыз. Ми үстіге. Ал одан кейінгі жерінде ла ми. Ла ғой асты. Енді үстіңгі жақта ең соңғысында біз ми дыбысын орындаймыз, қосымне. Ал одан кейін үш дыбыс, ла дыбысы асты, үсті, астағыспен орындалады. Ал енді жалғасын көрейік. Ла дыбысына келеміз, басырмақ міне. Ла дыбысы, одан кейін жерде жай. 4 рай дыбыс орындаймыз. Алма кезек қағыспен. Одан кейін жай до. Одан кейін енді 4-ші соқпен жай дыбысы басырмақ соға келеді жерде міне. Соға келеді. Одан кейін тағы 4 қағыз. Одан кейін жай ши. Ши дегенде тағы міне. 3-ші перненің асты. Рай ши. Одан кейін жерде басырмақ со дыбысында өзгермей тұрады. Астына біз жай ши ден ши орындаймыз.
жетінші пернемен үшінші перненің астында бүйтіп алмастырып орындаймыз. Одан кейін ла дыбысы. Үстіңгі шек бос болады. Ал енді мына жерде де екі қайталау белгісін беріп қойған. Осы жерден осы бөлікті біз екі рет қайталап орындаймыз. Яғни мен сіздерге ақырын жетіп көрсетіп өте шығайын. Осылай болады. Ал енді жалғасын көрейік. Рей, рей, фа, ми, до, рей, до. Бастырмақ лаға келеді. Міне. Астына рей. Фа дегенде 4 сызық басамыз. 13 перненің асты жағы болады. Одан ми 9-ның асты. Одан до, рей, до. Бірінші саусақпен 5-ші перненің астағы до дыбысын басамыз. Рей, до. Одан соң жалғастырып өтеміз. Мына екеуі бос шек жетеміз. Бос шек. Одан кейін лаши. Енді тоға келеміз. Лаши деп орындаймыз. Міне ла дыбысын шертіп бола салып, үшінші перненің астын бірақ басамыз. Мына екеуін басқан кезде қағыс жоқ. Одан кейін до, сомен до. Одан кейін кісінде рей, 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 до. Бастырмақ лаға келеді. Рей, 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 до. Болғаннан кейін тағы да бос шек. Енді рейға келеміз. Жаңа доға барғамыз мына жерде. Енді рейға келеміз. Парк бар. Одан соң барып до, ши. Бастырмақпен со дыбысы астың жақта до. Ши шыңға. До, ши. Одан кейін ла мен орындаймыз. Міне екінші перненің асты. Ал одан кейін мына жерін орындаймыз. Міне ла, рей, рей. Міне асты. Одан миді басамыз. Одан кейін астыға қой береміз. Одан басып тұрып миді орындаймыз. Одан қайтадан қой береміз. Ла. Осылай болады. Ал енді жалғасты көрейік. Мына жерде до, рей, одан кейін рей, ми, фа. Бұның қағысы асты, үсті, асты. Аспен орындалады. Міне до, рей, одан кейін рей, ми, фа. Міне бастырмақ лада болады. Міне до, 5-ші перненің асты. Одан кейін рей, ми, фа дегеннен кейін ми, фа, ми. 4-ші сызықпен орындалады. Одан кейін до. Бастырмақпен со, астың жағында до. Ал одан кейін 10-ші перненің астын бірақ ұстаймыз. Фа. Мына жерлер көбінде қайырмай болып келіп жатыр. Міне. Одан кейін ми, фа. 9-ші перненің асты мен 10-ші перненің асты. Бастырмақ қозғалмай тұрады. Со, ми. 4-ші сызықпен со басамыз. Ми. До. Ал осы бөлікті біз екі қайталап орындаймыз. Тағы да осы жердегі мына фа дыбысын басамыз. Міне ми, фа, со, ми. До. Фа, ла, со. Бастырмақ тағы да 10-ші пернеге келеді. Фа, ла деген кезде міне 14-ші пернеге барамыз. Фа, ла, со болғаннан кейін енді ми, фа, ми. Алмай кезде қағысы. Ал одан кейін до, рей, до. Додо бастырмақ ештеме баспайды. Бос шек рей шетеміз. Одан кейін рей до дегенде бастырмақ ланы басады. Одан кейін тағы лаға шығамыз. Міне ла, ши. До, рей до. Рей до дегенде бастырмақ лады. До. Мына жерде орнына жатырмыз әзір. Міне рей до. Одан кейін рей, ми, до. Ұстағыс болады. Міне екеуі. Ең соңғы екеуі. Одан кейін ла, ши. Ши. До.
Мына жерде қағазға қараңыздар, асты үсті қағыс болып кетеді. Осы бөлігі қараңыздар, міне. Үшінші пенің астындағы шыңла. Одан тағы лаға шығамыз. Басанақ басамыз, ми доса. Мына жерде міне. Одан кейін қалған бөлігін көрейік, міне. Ең сонда үш қағыз ланы қой береміз. Ланы басамыз. Жалпы той бастар күйінің чертілуі осылай болады. Осы көрсетілген бойынша ең алдымен ақырын чертіп машық қылыңыздар. Одан кейін осы жаттығып болғаннан кейін барып өзінің қалыпты жылдамдығымен орындасаңыздар болады.